Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын ең дәмді пончиктердің рецептін ұсынамын. Өте жұмсақ болып шығады. Үй іштеріңізге жасап беріңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге 30 грамм жылы сүтке міндетті түрде жылы болу керек. Дрожжымызды салып, жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып, кемінде 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дрожжымыз ісінуі керек. Қалған 30 грамм сүтімізді ыдысымызға құямыз. Және де тәтті айранымыз, яғни йогуртты 30-35 грамм құямыз. 20-25 грамм қант, 10 грамм тұз және бір жұмыртқа, 15-20 грамм сұйық майымызды құйып, кез келген қамырды жұмсартатын бізде майонез 10-15 грамм майонез қосамыз. 10-15 минутқа қойып қойған біздің дрожжымызды қосамыз. Дрожждың негізі сапасы жақсы болған дұрыс. 180-160 грамм ең алдымен ұнымызды қосып алып, сондай бір влажный қамыр елеп шығамыз. Ең алдымен бірден ұнды қосуға болмайды, себебі қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті бөліп қоссаңыздар болады. Қалған 60 грамм ұнымызды қосып, тағы да қамыр елейтін боламыз. Сәл икемдірек қамыр болады. Және де үстіне 10 грамм сұйық май құйып, тағы да қамырды илеуді жалғастырамыз. Сонда қамыр еш қиындықсыз сіздерге жайылатын болады. Дәл видеодағыдай қолмен басып жинақтаймыз. Бетін жауып, міндетті түрде жылы жерге қойып қойсаңыздар, тез көтеріледі. Бетін пленкамен жауып қойыңыздар, үстін жылы затпен орап қойсаңыздар болады. Менде кемінде 1 сағат тұрды. Осылай толықтай көтеріледі, көтерілу міндетті, сонда жақсы пісетін болады. Қолдың ізін осылай қамырдың үстіне басқан кезде, қолдың ізі қалса, қамыр яғни жақсы көтерілді деген сөз. Қамырды бір қайтара илеп алып, ұнның көмегімен жақсылап тұрып жайып аламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Ұн пайдаланыңыздар, себебі жабысқақ қамыр болады. Қатты жабыспаса да жабысады. Сол себепті ұнды аз мөлшерде пайдалануға кеңес етем. Сіздерге менен кеңес, осындай горох жүгерінің ыдысын тастамай, дәл осындай пішін жасасаңыздар болады. Ешқандай қиналмай кесесіздер, осылай пайдалансаңыздар болады. Осылай домалақ етіп кесіп аламыз. Кәдімгі бауырсақ сияқты, кескен сияқты кесіп аласыздар. Осындай кеңестер пайдалы болса, міндетті түрде пікірге қалдырыңыздар. Және тағы да менен кеңес болсын. Детский соктар болады, баклажканың қақпағын, крышкасын пайдалансаңыздар, ол кезде де қиналмай кесесіздер. Осылай артық қамырды алып тастаймыз шетіндегі. Пішіні өзіңіздің қалауыңыз, әрине. Дәу болғанын қаласаңыз да басқа кесетін заттармен кесеңіздер болады. Негізі орташа домалақта болғаны әдемі көрінеді. Бетіне жағатын шоколад менде Қазақстан және осындай белый шоколад пайдаландым. Қызып тұрған майға бауырсақты пісіргендей қылып пісіріп алсаңыздар болады. Негізі алтын түстес болғанын қаласаңыз, қатты осындай қып-қызыл пісіру міндетті емес. Ең бастысы ортасы толықтай әдемі болып піссе болды. Шоколадтарымызды осылай ертіп аламыз. Пончиктеріміз міндетті түрде суығаннан кейін барып жағамыз. Бетіне осындай конфетки пайдаландым. Қазақстан шоколады негізі қою болғандықтан біздің пончиктерімізге әдемі көрініс береді, ал белый шоколад қатты көріне қоймайды екен. Негізі қою түрін пайдаланған жақсы. Осылай арнайы ыдысқа құйып алып, ыдысымыз негізі пончиктерімізді салған кезде кеңірек болса, тіптен жақсы болады екен. Сол себепті үлкен ыдысқа пайдалансаңыздар болады. Міне осылай кезек-кезек пончиктерімізді тарелкаға қойып, мен айтқан конфеткеді бетіне жағып шықсаңыздар, өте әдемі көрініс береді. Әрине, еш нәрсе жақпай осылай ұсынсаңыздар да болады, бірақ арнайы көрініс үшін осындай тәтті конфеткалар пайдалануға кеңес етемін. Міне біздің пончиктеріміз дайын болды. Өте дәмді, ерекше пончиктер болып шықты.
сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көрсеңіздер менімен бөлісіп қойыңыздар, және пікірге менен қандай рецептер күтесіздер, соны да қалдыра кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқимын және шығаруға тырысамын. Және менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаның белгісін все деген батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің салған әрбір видеом сіздерге хабарлама келеді. Сол себепті міндетті түрде все батырмасын басып қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.